Құрметті әріптестер, уақытымыз тәмам болып қапты. Міне қайтадан бастаймыз. Біз Айгөз ауданы жалғастырамыз. Ендеше қазір біз демонстрацияны қосайық. Құрметті әріптестер, бейне камераларыңыз өшіп тұр екен, қосып қойыңыздар қайтадан. Камераларыңызды қосып қойыңыздар. Құрметті әріптестер, кешірім өтінеміз, енді арасында үзіліп қалды, дегенмен енді ары қарай жалғастырайын. Жаңағы мына сіздерге айтып кеткен жаңа IT технологиялар, бейне бақылау, интерактивті платформалар, енді ол қазір күнделікті өзіміздің өмірімізде қолданып жүрген смартфондар, планшет, бейне камералар, сонда сабақтың несіне байланысты әртүрлі аксессуарлар, арналы жаңағы сенсорлы қозғалма талдау нелерін қолдануға болады. Енді практикалық бағыттау бұл теория білімін бірден оны ой барысына қолдану және рефлексия, әрі өз әрекетін талдау, түзету, бұл енді оқушыларға жаңа соған бейімдеу, өзінің жаңа жасаған қателіктерін не басқа да істеген іс-қимылдарына талдау жасау. Енді осыдан жалпы осы бағдарламаның соңына қарай күтілетін нәтиже бұл жалпы физикалық дайындық. Енді шапшаңдық, төзімділік, икемділік, үйлесімділік дамиды. Бұлшықет күші мен қозғалыс координациясы жетіледі. Техникалық дағдылар, волейболдың негізгі әдістерін доп беру, қабылдау, шабуылдау, тосқауыл, сервис дұрыс меңгеру, ойын барысында техниканың тиімділігін қолдану. Және тактикалық ойнау, қорғаныс пен шабуылдың үйлесімділігін түсіну, командалық комбинациялар мен стратегияларды қолдану, жылдам шешім қабылдау қабілетін арттыру. Енді әлеуметтік және психологиялық нәтиже командалық жұмыс дағдыларын қалыптастырады, спорт мәдениеті мен тәртіпке үйренеді, өзін-өзі бағалау, рефлексия жасау дағдыларына дамиды. Салауатты өмір салты бұл оқушылардың спортқа қызығушылығын таныстырады, белсенді өмір салтын ұстануға ынталандырады. Кешіріңіздер, мына мен көшіп қалыптым. Белсенді өмір салтын ұстануға ынталандырады, денсаулықты нығайтуға бағытталған. Міне осындай сіздердің алдарыңызға өзіміздің авторлық бағдарламамызды тарату мақсатында ұсынып отырмыз. Әріптестер, назарларыңызға рахмет, көп тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Әріптестер, сұрақтарыңызды қоса қойсаңыздар болады. Рахмет, онда әріптестер, көп. Құрметті әріптестер, келесі болып Айгөз ауданы нөмір 1 жалпы орта білім беретін мектебі Нихамбаева Эльмира Каблукаковна. Ол кісі педагог зерттеуші растайды. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өзімді таныстыра кетейін. Абай облысы білім басқармасы, Аягөз ауданы білім бөлімі, номер 1 жалпы орта білім беретін мектебі, педагог зерттеуші, дене шынықтыру пән мұғалімі Нихамбаева Эльмира Каблукаковна. Сіздерге ұсынып отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы дене шынықтыру пәні бойынша бастауыш сыныптарда
Неге экран жүрмей тұр? Кешіріңіздер. Сіздердің алдыларыңызға ұсынып отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы дене шынықтыру пәні бойынша бастауыш сыныптарда ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс. Ерекше бала әлсіз емес, ерекше көзқарасқа мұқтаж жан. Дене шынықтыру тек жаттығу емес, бұл сенім, теңдік, болашаққа жол ашқан. Ерекше балаға дене шынықтыру бұл жай сабақ емес, бұл қоғамға деген алғашқы қадам. Біз дене шынықтыру арқылы тек денені емес, тұлғаны тәрбиелейміз. Бағдарламаның тақырыбы, мақсаты ерекше білімді қажет ететін балалардың жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, олардың қимыл қозғалыс дағдыларын дамыту, дене белсенділігіне қызығушылығын арттыру және қоғамға бейімделуіне ықпал ету. Міндеттері: қозғалыс дағдыларын дамыту, инклюзивті қауіпсіз орта қалыптастыру, дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру, әлеуметтік бейімделу және топтық жұмыстағы дағдыларын жетілдіру, моторика, тепе-теңдік, үйлесімдік дағдыларын нығайту, ата-аналармен және ұстаз арасындағы ынтымақтасты нығайту. Авторлық бағдарламаның жаңалығы ерекше білімді қажет ететін балаларға арналған, бейімделген және инклюзивті жаттығулардың жүйелі түрде қолданылуы, оның сенсорлық және кооперативтік әдістерін сабақта мазмұнына енгізілуі. Өзектілігі: ұсынылып отырған авторлық бағдарлама балалардың жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, қимыл қозғалыс дағдыларын дамытуға, өзіне деген сенімділік арттыруға және әлеуметтік ортаға бейімделуіне бағытталған. Авторлық бағдарлама 7 бөлімнен құралған. Әр бөлімге берілген сағат саны жалпы 34 сағатты құрайды. Осы 34 сағатқа қысқа мерзімді жоспар әзірленген. Әрине, әр баланың мүмкіндігі әртүрлі, бір әдіс бәріне жарамайды, сондықтан осы авторлық бағдарлама бойынша көптеген әдістер қолданылған. Атап өтсек, модульдік оқыту, ойын әдісі, сенсорлық әдіс, кооперативтік әдіс, қайталау және бекіту, визуалды қолдау әдісі, кері байланыс әдісі, релаксация, құндылыққа бағытталған және дифференциалдық оқыту. Күтілетін нәтиже, әрине, ерекше балалардың қозғалыс дағдыларын дамуы, дене шынықтыруға деген қызығушылығын артуы, балалардың әлеуметтік ортада өздерін еркін сезінуі, топтық жұмыста ынтымақтастық және өзара көмек көрсету дағдыларын қалыптастыру, оқушының тұлға ретінде қалыптасуына әсер етеді. Педагог пен ата-аналардың ерекше балалармен жұмыс істеу дағдыларын жақсаруы және белсенділігін арттыруы. Осы авторлық бағдарлама жұмысының негізінде оқушылар аудандық жарыстарда, облыстық және республикалық олимпиадалардың жеңімпаздары атанып, жақсы нәтиже көрсетті. Кәсіби жетістіктеріме тоқталатын болсақ, инклюзия бойынша курс бітіріп, АФК маманы ретінде екінші мамандық меңгердім. Осы тақырып бойынша аудандық, республикалық және халықаралық деңгейде өзімнің іс тәжірибемін бөлісіп, жұмыстарын облыстық, республикалық, халықаралық баспа беттерінде жарияланды. Енді сондықтан осы бағдарламаны сіздерге ұсынып отырмын. Сұрақтарыңыз бар болса, әріптестер? Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ болса. Құрметті әріптестер, ендеше Көрші аудан, Мақаншы ауданына сөз кезегін береміз. Мақаншы ауданда Смагулов Санат Абдрашитович. Слайдыңызға демонстрацияға доступ бердім. Қоссаңыздар болады.
Слайдыңыз қосылды. Демонстрация. Сіздерге сәттілік. Әріптестер, регламент сақтайық, иә, 5-7 минут аралығында. Саламатсыздар ма? Мен Қарауыта орта мектеп Камолов мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру пәні Смағұлов Санат Әбдірәшті боламын. Еңбек өтілім 25 жыл 4 ай. Педагог сарапшымын. Педагог зерттеуші санатында өтінім беріп отырмын. Авторлық бағдарлама тақырыбым ұлттық спорт ойындары, болашақ ұрпақ аманат. Бағыты ұлттық спорт ойындары, болашақ ұрпақ аманат атты авторлық бағдарлама ұлттық мәдени мұраларды жаңғырту, ұлт рухын көтеру және жас ұрпақтың дене мен рух үйлесімін дамытуға бағытталған. Бағдарлама оқушылардың қазақ халқының дәстүрлі спорт, патриоттық санаға, ұлттық бірлікке және тарихи тамырын рухани байланыс орнатуға тәрбиелеу көздейді. Өзектілігі қазіргі жаһандану жағдайында ұлттық болмысты сақтап қалудың ең пәрменді жолдардың бірі ұлттық ойындарды жаңғыртып жастардың санасын ұлттық код ретінде енгізу. Ұлттық спорт тек дене тәрбиесі емес, елдің мәдени, иммунитеттік мен рухани тұрақтылығының кепілі. Сондықтан бұл бағдарламаның қажеттілігі ұлттың өзіндік ерекшелігі сақтау мен дамытуға деген қоғамдық сұраныстың туындайды. Жаңалығы бағдарламада ұлттық спорт түрлері дәстүрлі көзқарастан бөлек тұлғаның физикалық, психологиялық және рухани дамуына ықпал етеді. Мәдени педагогикалық құрал ретінде қарастырылады. Сонымен қатар ұлттық ойындарды заманауи форматта цифрлық бейне, медиа жоба, мектепшілік фестиваль қолдану арқылы олардың жастарға қолжетімділігін арттыру көзделеді. Педагогикалық мақсаттылығы бағдарламаның педагогикалық бағыты ұлттық ойындардың оқушылардың жан-жақты дамуына ықпал ететін тәрбиелік және дамушылық құрал ретінде пайдалану. Бұл курстың сабақтарында оқушылардың дене мәдениеті арттырумен қатар рухани, моральдық және отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастыру мақсат етіледі. Мақсаты оқушылардың ұлттық спорт ойындары арқылы дене, рух және сана бірлігін дамыту, олардың бойына ұлттық құндылықтарға құрмет, елжандылық және салауатты өмір салтын бейімделуі мәдениетін қалыптастырады. Міндеттері қазақ халқының дәстүрлі спорт ойындары туралы терең түсінік қалыптастыру, ұлттық ойындар арқылы оқушылардың физикалық белсенділігі мен төзімділігін арттыру, ойындар арқылы оқушылардың бірлік, әділдік және табандылық қасиеттерін тәрбиелеу, ұлттық спорттың тарихи маңызы мен тәрбиелік әулетін түсіндіру, мектеп пен қоғамда ұлттық ойындарды насихаттау және дәстүрлі жарыстардың ұйымдастыру дағдыларын дамыту. Ерекшелігі бағдарлама ұлттық ойындардың заманауи педагогикалық тәсілдерімен ұштастырып, оларды оқу және тәрбие жүйесіне кіріктіреді. Сонымен бірге әр ойынның тарихи шығу тегі, тәрбиелік маңызы мен әлеуметтік рөлі ретінде талданып, оқушылардың ұлттық сана мен өзіндік сәйкестігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Білетін нәтижелер: оқушылардың ұлттық ойын түрлері көкпар, аударыспақ, асық ату, тоғызқұмалақ, қазақша күрес және тағы басқа меңгереді және олардың шығу тарихын біледі. Дене шынықтыру қабілеттері арттырып, шыдамдылық пен ептілік қасиеттерін дамиды. Ұлттық құндылықтар деген құрмет артады және халық дәстүрлерін
күнделікті өмірден қолдануға бейімделеді. Патриоттық сезімі өз халқының мәдени мұрасына деген жауапкершілікті қалыптастырады. Топпен жұмыс, әділ бәсеке және өзара сайыстылық қағидалары қалыптасады. Жалпы көлемі 34 сағатқа бағытталған. Назарларыңызға көп рахмет. Жақсы сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сұрақ жоқ қой деймін, иә? Жақсы. Санат Абдрашитович, рахмет. Келесі кезекте Лепсібаев Ербол Төлеуғазиевич. Ербол Төлеуғазиевич бар ма? Бар, міне қосылып отырмыз. Жақсы. Слайд көріңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Абай облысы Мақаншы ауданы Келдімұрат ауылы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебінің дене тәрбиесі мұғалімі. Футбол арқылы дене дайындығын арттыру. Құрметті әріптестер, бүгін сіздерге футбол арқылы дене дайындығын арттыру атты авторлық бағдарламамды таныстырамын. Қазіргі таңда оқушыларды қозғалыс белсенділігін төмендеу, гаджетке тәуелділік және денсаулық көрсеткіштерінің әлсіреуі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осыған байланысты оқушыларды спортқа баулитын, қызығушылығын арттыратын және денсаулығын нығайтатын тиімді бағдарламалар қажет. Ұсынып отырған бағдарламам дәл осы мақсатты көздейді. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың физикалық дайындығын арттыру және футбол ойыны арқылы дене шынықтыру деңгейін жетілдіру. Алға қойылған міндеттер: оқушылардың физикалық белсенділігін арттыру, футбол ойынының негізгі техникасын меңгерту, қозғалыс үйлесімділігін, ептілік пен шапшаңдылықты дамыту, командалық өзара әрекеттестікті қалыптастыру, спорттық тәртіп пен мақсатқа жету қабілетін дамыту. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі: дәстүрлі дене тәрбиесі сабақтарын футболға негізделген арнайы жаттығулармен ұштастырылуында. Футбол тек дене күшін дамытып қана қоймай, оқушылардың ойнау қабілетін, тактикалық шешім қабылдауын және психологиялық тұрақтылығын жетілдіреді. Бағдарлама геймификация элементтері, яғни жаттығуларды ойын түрінде ұйымдастыру, жылдамдық пен ептілікті дамытатын қозғалыс ойындары, жарыс элементтері, командалық турнирлер, футбол техникасын жетілдіруге арналған видео анализ әдістерін қолданылады. Бағдарламаның теориялық маңыздылығы: оқушыларға футбол арқылы физикалық белсенділіктің денсаулыққа тигізетін пайдасы түсіндіруде. Сонымен қатар ойын тактикасы мен стратегиясы оқушылардың логикалық ойлауын, зейінін және интеллектуалдық дамуын арттырады. Бағдарлама спорт физиологиясы, биомеханика және спорт психологиясының ғылыми негіздеріне сүйеніп жасалған. Ал практикалық маңыздылығы:
оқушылардың алған білімдері мен дағдыларын нақты ойын барысында қолдана алуында, сабақтың қозғалыс техникасын дамыту, доппен жұмыс істеу, шабуыл және қорғаныс тәсілдерін меңгеру, сондай-ақ турнирлер мен ойындар ұйымдастыру қарастырылған. Бұл командалық жұмыс пен көшбасшылық қабілеттіліктердің дамуына ықпал етеді. Бағдарламаның практикалық тиімділігі оның оқу тәрбие үрдісіне ғана емес, сонымен қатар нақты спорттық жарыстарда көрсеткен нәтижелермен дәлелденеді. Бағдарлама негізінде дайындықтан өткен оқушылар аудандық футбол жарысына қатысып бірінші орын иеленді. Бұл олардың физикалық дайындығын артқанын және командалық ойын дағдыларының қалыптасқанын көрсетті. Сонымен қатар сол оқушылар облыстық жарыста үздік бестіктің қатарына еніп, 5-ші орынға табан тіреді. Бұл жоғары деңгейдегі қарсыластармен ойнау арқылы тәжірибесін байытуға және жарыстық бәсеке қабілеттерін арттыруға мүмкіндік берді. Практикалық тапсырмалар келесі бағыттарды қамтиды: қозғалыс техникасы, жылдамдық, икемділік және қозғалыс үйлесімділігін дамуға арналған жаттығулар, доппен жұмыс істеу, дриблинг, пас беру және соққы жасау техникасын жетілдіру арқылы ойын шеберлігін арттыру, шабуыл және қозғалыс ойын басында қолданылатын тактикалық әрекеттер меңгерту және дұрыс шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру, турнирлер мен ойындар, командалық жұмыс, көшбасшылық, жауапкершілік және бәсеке қабілеттілік қасиеттерін дамыту. Осылайша бағдарлама тек сабақта ғана емес, нақты жарыстарда да өз нәтижесін көрсетіп, оқушылардың дамуына, денсаулық нығаюына және салауатты өмір салтын ұстануға тұрақты мотивация қалыптастырады. Қорытындылай келе, футбол арқылы дене дайындығын арттыру бағдарламасы оқушылардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік дамуына кешенді түрде әсер ететін тиімді жоба болып табылады. Футбол бұл тек спорт емес, ол тәрбие құралы, өзін-өзі жетілдіру жолы және нағыз командалық рухтың көрінісі. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Рахмет онда. Тыңдағандарыңызға. Жақсы, құрметті әріптестер, ендеше бүгінгі міне Аягөз ауданы 5 қатысушы, тәжірибе таратушы және көрші аудан Мақаншы ауданнан 2 әріптесіміз авторлық бағдарламаны таратты. Осы әріптестерімізге рахмет. Ендеше бүгінгі облыс көлемінде өткен дене шынықтыру және көркем еңбек пәндерінің авторлық бағдарлама таратылымын бүгінше тәмам деп санаймыз. Ендеше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет. Сәттілік. Рахмет, сау болыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Рахмет, естілемін.